Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Өте керемет, жақсы болып шығады. Сондықтан мен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ұнымызға тұз, қант, сүт, су, сары май, жұмыртқаны қоспай қойсаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып, қамыр қылып илейміз. Қамыр қаттылау болып иленеді, кәдімгі еттің қамырына илегендей. Біріктіріп, жақсылап илейміз. Одан кейін иін қандырамыз. 2 рет ортада әр жарты сағат сайын қайырып тұрамыз. Мен 2 рет жасадым қайырып, және 2 бөлікке бөлдім. Енді менде иі қанған, жая берсем болады. Жайғанда да дәл солай еттің қамырына жайғандай жаямыз. Жұқалау қылып жаямыз. Жайып болғаннан кейін үстіне сармайымызды ертіп жағамыз. Одан кейін пышақтың көмегімен осылай кесеміз. Видеода көрсетілгендей. Және осылай орап шығамыз. Менде 1 зуала қамырдан 2 қаттама шықты. Ол қаттаманы мен морозильникке жіберем. Егер сізде тез пісіру керек болса, жарты сағатқа морозильникке жіберіңіздер. Асықпайтын болсаңыздар 5-6 сағат холодильникте тұрса болады. Енді мен екіншісін салып жатырмын. Енді оқтаудың көмегімен осылай морозильниктен шығарғаннан кейін осылай жаямыз. Ешқандай ұн керек емес, қатып шығады ғой, сондықтан жаю оңай болады. Енді сковородкамызға майымызды құямыз, осындай мөлшерде. Одан кейін қаттамаларымызды саламыз. Ең бірінші салғанда осылай қаттаманы аунатып аламыз майға. Одан кейін барып саламыз. Видеода көрсетілген осылай қастың көмегімен айналдырып тұру керек. Және бетін жабу керек. Енді екінші бетін қаратамыз. От жай орташа отта болу керек. Осылай міне пісіп шығады, қызартып пісіріп ала бересіздер. Осымен дайын менің қаттамаларым. Жақсы толық піскен, және ешқандай да жаңағы майды сорып алмаған. Сондықтан менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте керемет және дәмді болып шығады. Егер ұнап жатса, маған лайк басып кетіңіздер.